Байқоңыр қаласы, мынау Ресей Федерациясы основная. Бұл жақта Ресей Федерациясының азаматтығы барлар ше. Әдемі өмір сүреді, айлықтары да әдемі. Енді основной аз айлық алатын қазақтар. Бұл көзбен сіз білесіз оны. Мына 2016 жылы анау жер Қытайға сатылмай ма мешіттің ішінде не болды? Болдыңыз ба, болмадыңыз ба? Енді қара, завод жоқ, фабрика жоқ. Мысалға, Ресей жаймен сокращение жасап жатыр. Халық деген 100 мыңның үстінде мына жақта ше. Қымбатшылық былай тұрсын. Завод жоқ, фабрика жоқ. Қандай жұмыстың көзі бар? Жұмыстың көзі болса, Жаңаөзенде мұнай бар, газ бар, бірдеңе қылады. Мына жерде Байқоңырда орыстар тек өзінің жағдайларын істеп жатыр. Енді қазақтың жағдайын істеп жатқан кім бар? Кім бар? Ешкім жоқ. Мына Советский Союздан қалған мусор бар емес па? Соны әлі теріп жүрген қазақтар бар. Халық ше, ел өмір сүріп отыр. Жұмыс жоқ, завод жоқ, фабрика жоқ. Сіз айтасыз, мысалы, машина шешіп, ал газбен қара, газбен бензиннің машинасын шешіп бердің, баға. Оны сатып алатын халықта ақша жоқ қой, жұмыс жоқ. Біз әдемі киініп, бір жаққа Турцияға бару ше, бізге ол түсініске де кірмейді. Мына халықтың түсініске де кірмейді. Бізге нормальный айлық керек, нормальный жұмыс керек. Сіз мысалы әкімсіз болса, шешіміз керек қой, халықпен бірге болуымыз керек қой. Байқоңырда арендаға беріп отыр, жылына 115 миллион дейді мысалға. Біреуге арендаға беріп отыр. Неге? Солдан орыстар жақсы өмір сүреді, қазақтар жаман өмір сүреді. Жұмысқа тұра алмайды. Дұрыс. Қаяқтан 115 миллион қаяқ кетіп отыр? Соның 2 миллион долларды бөлсең ау, мынаққа былай жұмыс болады. Цех салынуға болады, завод салуға болады. 30 жыл болды. Мына 94 жылы берді арендаға. Содан бері осы көріп кеткен күніміз ше. Жұмысқа тұра алмайды. Мен көзіммен көрдім. Советский Союздан қалған мусор төгілген халық деген. Қазақ. Бай мемлекетте тұрамыз, жеріміз шылқиған бай. Менделеевтің элементі бар емес па? Соның барлығы бар біздің жерде. Бүкіл бәрі. Дама жоқ, арабтар мен японстарда қара. Бізден бай өмір сүреді. Сөйтіп тұр қазақтар неге? Неге біздің маңдайымызға соны жазып қойған міне сонда? Сабыр, 30 жыл болды, сабыр болып кетқан. Дұрыс. Haydi inme bana.